Студент кезімде мен арзан бағадағы кішігірім пәтерге көшкен едім. Арзан болғандықтан ескі болатын. Бірақ пәтердің бір жақсысы бөлмелері кең және 3 бөлмесі болатын. Оқу болса басталды. Мен әдеттегідей үстел үстінде сабақ оқып отырдым. Бөлме ыстық болған соң есікті ашып қойдым. Бұл жақта бір жаманы көршілер көп болмады. Барлық пәтерлер қаңырап бос тұр. Мен өзімді ескі заброшкада тұрып жатқандай сезіндім. Түнде мен ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Өйткені дәлізден тарсылдаған дыбыстар шықты. Мысалы біреудің жүргені, немесе біреудің тыныс алуы. Маған дәлізден біреу бар сияқты көрінді. Дәлізге қарасам, шынымен бір әйел адам маған қарап тұр. Мен қатты қорқып кеттім. Және ақырын ғана есікті жауып алдым. Есікті жапқаннан соң бәрі тынышталғандай болды. Орныма қайтадан барып жаттым. Кенеттен біреу маған ертегі айтып берші деген қорқынышты дауыс шықты. Содан соң біреу есіктің тұтқасын қатты тартып жатқанын көрдім. Бұл көрініс мені одан сайын қорқытты. Есік ашылған соң арғы жақта басқа есіктің жабылғанын естідім. Келесі күні есікке жаңа құлып орнатып, есікті іштен кілттеп алдым. Солай түнде ұйқыға кеттім. Қалайсың? Маған ертек айтпашы. Қалайсың? Маған ертек айтып бер, бол. Көзімді ашсам, әлгі мақұлық менің қасымда тұрып, қатты тылсым күшпен қашып кетті. Мен ертесіне әлгі мақұлық кіріп кеткен пәтерге кірдім. Есігін ашсам, әлгі мақұлық ғайып болды. Мен осыдан соң бұл пәтерлерде неге адам тұрмайтынын және неге арзан екенін түсіндім.